Тармағай елес. Бағила қайтыс болыпты. Көршісі телефон шалды. Ертең сағат 12-де шығарады. Жанашыр аға, жақын жаттым деп сізді арнайы тапсырып еді. Міне, 3-ші күн, әрең таптық. Оған айып етпессіз, деді салмақты, егде әйел даусы. Адресі мынадай. Желеуі ертең, деді сөз соңында тағы да. Мен абдыраған қалпымда отырып қалдым. Бағила деген кім? Маған қаншалық қатысы бар? Әлде көрші әйел қателесті ме? Жоқ, әуелі аты жөнімді сұрап алды. Мадияр ағай, сіз боласыз ба? Онда ғафу етіңіз, жайсыздау хабар. Сізге жерлес болса керек. Бағила деген әйел. Жерлес, иә, есіме түсті. Орталық кітапханада істейтін. Бұдан 20-30 жыл бұрын. Ол кезде ғылыми залға жиі барып, ұзағынан отыратын едім. Бағила осы бөлімде істей ме, әлде басқа қойма тарабында ма? Әйтеуір қажетті кітабымды өз қолымен әкеп береді. Кітап әкелмесе де маған бір көрініп сәлемдесіп кетеді. Әлде не кешігіп жатса сыр жүгіріп тауып әкелетіні бар. Сыртқа шығаруға болмайтын кейбір қат кітаптарды үйге алып берген есімде. Көз алдыма келді. Бойы ортадан төмен, толықша, шашын желкесіне түйіп, алдын аз-маз бұйралап қоятын. Бауырсақ мұрын, томпақ бет, жанары мұңды. Күлгенде де именшектеп тұрғандай көрінетін. Аға, Женғізхан ішкетін қоятын емес. Енді не істеймін, деді бір қалт еткенде. Не айтасың? Өзімше көңіл аулап кеңес берген болдым. Аға, Женғізхан жұмысынан қуылды. Талақтап бос жүр, деді келесі де. Оған не қайран? Аға, күйеу балаңызбен айырылыстым, деді тағы бір заматта. Адамшылықтан кетіп қалды. Басқасы аздай қол тигізетін болды. Бұған енді сөз жоқ. Жассың, өмірің алда, деп жұбатқан болдым. Шында да, өмірі алда, 30-ға келмеген. Бағила, жақын ағам болған соң айтып жатқаным ғой, деп көзін бір бұлап алды. Жақын көретіні ауылымыз бір. Ауыл бір болған соң қарға тамырлы қазақ, тым құрса 12-ші атадан табысасың. Оның үстіне бір мектепте оқығанбыз. Бізден 3-4 сынып төмен, топ-толық тымпиған кішкентай қыз болады. Міне, университеттің соңғы курсында жүргенде ғой деймін, Алматыға келіп оқуға түсті. Онысын бітірер-бітірместе күйеуге шығып, ауылдас ағасы ретінде мені де тойына шақырып еді. Одан соң, иә, бақытсыз, мүмкін мен көрмеген 20 жыл ішінде басқаша ғұмыр кешкен шығар. Тілеймін солай болғай. Иә, соңғы көргенім есіме түсті. Аға, мені жұмыстан шығарып жатыр, деді. Көзінің жасы бора-бора. Кітапхананың сыртқы дәлізі. Менің қашан қайтарымда аңдып тұрған сияқты. Енді қайттым. Аға, сізден басқа сүйенішім жоқ қой. Енді мүлде қаңып қалдым ғой. Аға, міне шатақ. Ештеңені бүлдіріп алған жоқсың ба? Бүлдіргем жоқ, деді. Мені жалғызбасты жесір әйел деп әбден басынған. Осында бір туысына орын керек болып тұр. Содан сынықтан сылтау іздеп. Не сылтау, дедім мен. Профессор Абдоловтың сұраған кітабын шатастырып, ол кісі шу көтеріп. Тағы не? Ол бұрыннағы күні. Бүгін түнде қар жауды ғой, автобус жүрмей жұмысқа кешігіп қалдым. Тағы не, дедім. Көзінің жасы тыйылған, бірақ беті құрғамаған. Бағила жымиып күлді. Бар болсақ, аға. Онда жүр, дедім, киімімді қайта шешіп гардеробқа тапсырып. Бастығыңа барайық. Бардым. Шегедей қатқан, секпіл бет, қара сұр әйел еді. Осы жақында ғана қолқалап әлденеде кездесуге шақырған. Атақты ақын, белгілі драматургпен бірге соңынан осы кабинетте отырып шай ішкенбіз. Жылы жүзбен қарсы алды. Бірақ мен қазақ жөнімен бұйымтайымды айтқан соң-ақ қатайып сала берген. Анау да мынау, пәлен де төкен, айналып келгенде жаңа өзім естіген аз-мұз кінәрат. Оған қосымшасы қияли бірдеңе деді. Мәңгү, кейде кітап сөрелерін айналып жүре беретін көрінеді. Жалғыз кітапты жарты сағат іздейді. Кейбір сирек кітаптарды табу өте қиын, дедім мен. Сіздер осы жаңа ғимаратқа көшкеннен бері түгел араласып кетті. Ал енді кемшіліксіз кісі жоқ қой. Жағдайын айтып, мен баздап әуелгі сөздерімді қайталадым. Ем болмады. Қатая түсті. Айналмалы үлкен кресло қырындай шалқайды. Қабылдау бітті. Мұныңыз жарамады, дедім мен. Қазақшылыққа келмеді. Қазақшылықты қою керек, деді бастық. Осыдан соң қоямыз, дедім мен. Телефоныңызда рұқсат па? Соғыңыз, деді бастық немқұрайды. Мен министрдің орынбасарына соғам. Соншама қиын шаруа екен. Бастық дағдарып қалды. Біз
әбекемен университетте бірге оқып бір пәтерде жатқанбыз, дедім мен телефон тұтқасына самарқау қол созып. Енді амал жоқ, жарар, деді бастық. Сіз сұрап тұрған соң, бірақ өзіне ұқындырып ұрсып айтыңыз, ширамаса болмайды. Содан соң маған келсін. Бағила жұмысында қалды. Одан кейін не болғанын білмеймін. Ақырғы түйіні мынау. Қош, естідік, есімізге түсірдік, енді ертеңге қалдырмай көңіл айтып, соңғы бір міндеттен құтылып шыққан жөн. Қала шетіндегі ескі микроаудан мүлде тозып кеткен тәрізді. Көше лайсаң, жол атаулы, ойылған, тесілген, екі жүретін машинаның түбі тасқа тиіп, қиқалақ-шиқалақ жүріспен ретсіз салынған, одан да ретсіз нөмірленген сұрықсыз өңшең 5 қабат құрама тақталы текше үйлердің арасымен ілгерінді-кейінді неше айналып қажетті санымызды әрең таптық. Қазақ айтқан аулада киіз үй тігілер еді, ошақ асылып, от жағылып, қаралы шаруа үстінде қаншама кісі жүрер еді. Ондай ештеме жоқ, бірақ мен алған адрес осы. Ортаңғы даланың бірінші қабаты екен. Қоңырқай дермантин тысы жыртылған кірлеуіт есік саңылаулы. Арғы жағынан әйелдердің өксіген, жылаған емес, әлденеге дабырлаған дыбыстар шығады. Мен бүгіліңкіреп қалып едім, есік айқара ашылды. Үйбәйе, кешіріңіз, келіңіз. Басына қоқитып жеңіл түбіт орамал байлаған орта жастардағы әйел керіс шегіне берді. Мен босаға аттағанда үйдегі дабыр да тына қалған. Қуықтай ұзыншақ дәлізбен ілгері оздым. Төрде көнетоз диванда егде тартқан тағы 3 әйел отыр екен. Дүркірей орындарынан көтерілді. Мен ешқайсысын танымасам да, қазақ рәсімімен жеке-жеке қауышқан ишара жасап, содан соң Жадауов бөлмедегі жалғыз орындыққа отырып көңіл айттым. Шырағым, алдынан жарылқасын, деді ортаңғы, сірә үлкенде осы болса керек, басына қоңыр орамал салған, жалпақ бет, тәмпіш мұрын сары әйел. Біз тума жекжат емес, қызметтес емес, бәріміз де құдайы көрші боламыз. Мына кісілер кейін де келген. Әуел бастан қатар тұрып жатқан мына мен едім. Солай, шырағым, енді біз атқармағанда кім атқармақ? Өткен айда анау көршіде бір кемпір қайтыс болып, үлкен халықтан екен. Осы қаланың ішінде тұратын ұлы да бар, қызы да бар. Өлігін алатын кісі табылмаған. Әйтеуір қазақтың қазақшылығы тұрғанда көптеп, көмектеп дегендей ешкім көңілсіз қалмас. Иә, шырағым, өзіңді танып отырмыз. Әнеугүні теледидардан көріп едік. Көрдік қой. Қасындағы әйелдер бас изеді. Марқұм Бағила да айтып отыратын. Анау кітаптарыңызды көрсетіп, мақтанып. Қартаң әйел қарсыдағы жалаңаш қабырғаның жоғарғы терезе жағына кісі бойы биікке бекітілген сыңар сөрені көрсетті. Жалғыз бөлмедегі бар жиһаз осы. Үлкенді-кішілі аз ғана кітап тұрған жүдеу сөре мен жазылмалы көнетоз диван ғана сияқты. Қартаң әйел сөзін одан әрі сабақтады. Осындай ағамыз бар деп дардай болып отыратын. Кейінгі кезде мезгілінен бұрын зейнетке шығып, қиналып, тарығып жүргенде тіпті дәрігерге қаралатын, укол салатын жағдайы болмады ғой. Сонда айтсақ, бармайсың ба ағаңа, көмек сұрамайсың ба десек, ұят болады, ол кісінің мазасы кетеді, ойы бөлінеді дейтін марқұм. Енді міне, ешкімнің мазасын алмайтын жерге кетті. Алла разы болсын. Еребес керіп келгеніңізге. Марқұм қандай кірпияшан еді, қандай мейірбан еді. Қашан көрсең жымиып күледі де тұрады. Тек жалғыз қызын айтқанда ғана көкірегі қарс айырылатын. Мынау қызын төрдің төбесіндегі ескі диван тұсына ілінген шағын жұпыны кілемнің жоғарғы жағында шынылы қарапайым кәсек ішінде тұрған суреттен нұсқады. Бағиланың сірә оқуын бітіріп, жұмысқа жаңа тұрған жас кезі, шашын төбесіне түйген, көзі күлімдеген, томпиған сүйкімді келіншек. Алдында 2-3 жасар қыз бала, шашы келте қиылған, төбесінде ақ суыртпақ, өзі де аппақ, көзі үлкен екен. Сірә әкесіне тартқан. Мен бұл баланы білетін едім. Я, деді егде әйел сөзін жалғастырып. Іштен шыққан қиын ғой, тұрып кетудің реті жоқ. Амалсыз әңгіме тыңдап отырмын. Жас кезде не болмайды. Өзі де қатты өкінетін. Сірә манағы әңгіменің жалғасы. Бар сырын үлкен демей маған айтушы еді. Алғашқы күйеуден опа болмады. Сөйтіп жүргенде жақсы бір жігітке кездестім дейді. Әй, қайбір оңған дейсің, балаңды тастасаң ғана аламын депті. Апырай, деді әйелдердің бірі. Айран асыр болып мен де таң қалдым. Содан дегдомға өткізген ғой мына қызды. Апта сайын барам, көріп, бетіне
өлгеннен сүйіп жүрдім дейді. Содан әлгі екінші күйеуде опа бермей, құдай-ау, бұл күнде жөнсіз еркек бар ма, айырылысады ғой. Енді баласын қайталайын деп барса, егде әйел көзі бақырайып тыңдаушыларын түгел шолып шықты да аузын ашқан бойы бөгеліп қалды. Иә, деді қалған әйелдер жамырай үдірейіп, мен де шіміркеніп кеткендей едім. Алайын деп барса, дегдомды басқа жаққа көшіп жіберіпті дейді. Әлде ноғайсы бір, әлде орынбор, әйтеуір арық орыс ішінен. Сөйтіп не бай жоқ, не бала жоқ, сопа басы аңырап қала береді ғой. Бұл кезде әлгі қызы мынау 7-8 жасқа келіп қалған, ес біледі, шешесін қалай ұмытсын, бір жерден шығар деп үміт етіп жүреді ғой. Онысын біз қайдан білейік, осы үйге жаңа ғана көшіп қонғамыз. Көрші болған соң араласпай тұрмайсың. Бір күні келсем еңіреп жылап отыр. Шошып кеттім, жылап отырып күледі. Сөйтсем қуаныштан қызы табылыпты ғой. Мен қозғақтап кетсем керек. Мәке, деді қартаң әйел әңгімесін үзіп, мына қаралы үйде тек қатындар ғана отыр екен деме. Еркектеріміз түгел осы марқұмды жөнелту қамында жүр. Келіп қалса керек еді. Асығып отырған жоқсыз ба? Жоқ, әңгімеңізді айта беріңіз, дедім мен. Содан, деді Бағиланың көршісі әңгімесін одан әрі жалғастырып, көз ашық, оқыған әйел емес пе? 4-5 жыл бойы тынбай іздестірген ғой. Мәскеуге дейін сұрау салған. Ел аман, жұрт тыныш, қайда кетті дейтін соғыстың кезі емес, табады ғой ақыры. Ленинградта тұрады екен. Тұрғанда дегдомда. 5-ші класста оқиды. Әлия Молдағұлова атындағы мектепте. Біздің Әлияның атында мектеп бар екен ғой Ленинградта. Әлия да батыр болғанға дейін сонда тұрған дегдомда. Сол мектепте оқыған. Көп орыстың арасындағы жалғыз қазақ. Бағиланың қызын айтам. Аты Балжан, жалғыз қазақ. Бірақ Әлия да қазақ қой. Мектеп соның атында. Тәрбиешілерге де, оқушыларға да түгел сыйлы, әрі үздік оқиды. Ойбу, деді әңгімесін кілт үзіп, маған бажайлай қарап. Мына үлкен кісіні онсыз да өзі білетін қысыр кеңеспен бөгеп қалыппыз. Әңгіме бұзау емес еді. Енді келімді-кетімді ешкім бола қоймас. Шаруамызға кірісейік. Мен орнымнан тұрдым. Қалай марқұмның керек шырағы? Бәрі түгел шырағым, деді егде әйел. Көптеп көмектеп дегендей, жерін алды, қабір ақысы бар. Ақыреті дайын екен, өзі тапсырып көрсетіп кеткен. Ауылдан немере ағасы мен тағы бір туысы қой сойып әкелді. Жерін көрем деп зират басына кеткен. Сорлы, тұзы жеңіледі, орала кетті. Бәрі бар. Жөн-ақ рахмет сіздерге, дедім мен. Бар болса да артықшылық етпес деп, әмиянымды алып 3-4 көк ала қағаз ұстаттым. Құран оқытыңыздар. Сорлы, кетті ғой жылай-жылай, деді. Менің атым Бағира болады, деді. Атымыз ұйқас, үйіміз іргелес. Мұңдас едік. Мен де жалғыз қызымнан айырылып едім. Ол тірідей болса, мен бір жола. Әйтеуір бір жаман ұл бар. Қартайғанда тауып алған, деді. Сосын жүзі жылып, автобазар шопыр, Алла риза болсын сізге, деді. Кешке қазақ жөніне марқұмның қонағасы. Сағат 8-де. Әлгі немере ағасы сізді сұрап отырды. Бір класста оқып едік, дейді. Уақыт тапсаңыз келіңіз. Мен бас изедім. Ауылдан келген кісілерге көрінген жөн. Елдің жағдайын сұрайын. Ең бастысы жаңағы әңгіменің аяғын есту керек еді. Айталмыш мезгілде келдім. Жоғарғы қабаттан орындық тасып жатыр екен. Сірә ол да сырттан биік жазылмалы диванға тірей ұзыншақ стол қойылыпты. Шығағанырақ тағы біреуін әкеп жалғады. Сыртта есік алдында тұрған ала көлеңкеде амандасқан 4-5 кісімен бірге кірген едік. Мені төрдің төбесіне шығарды. Я, Мадияр, жаңа қараңғыда мен танымадың, деді дәл қасымда диванда мыжырайып отырған қырма сақал кәрі шал. Мен Есілбаймын ғой. Қысқа алғызған, ақшулан басы, әжімді маңдай, суалған ұрт, сорайған жағы, бері дегенде 75-ге нұсқап тұр. Бірақ сөз ыңғайына қарағанда, мына айтылғандай Бағиланың менімен бірге оқыған немере ағасы ендеше әлі 60-қа келген жоқ. Мынау Жақан ғой, деді қасындағы дәл өзіне тете, мұрты сарғайған, көзі шүңірейген қара шалды көрсетіп. Есіңде ме? Бір класс жоғары оқыды ғой. Мен бас изедім. Бізге нағашы болады. Бағиланың мұндай хабары жетіп жатқан соң отыра алмадық. Әнеу жылы ауылға бір келіп кеткен. Одан бері қатынасымыз жоқ еді. Бірақ енді туыстың аты туыста. Жол қаражатымызды тауып, асығып, үсігіп жеткеніміз осы. Жалғыз қызы да келіп қалама деп едік, үлгермей жатыр. Тілгі арам салғамыз, дедім манағы көрші әйел Бағира. Өзі тіршілігінде хабар бермеді. Жазылып кетермін, жұмысынан қалмасын деп. Ең соңғы сәтінде ғана әдірісін ұстаттым менің қолыма. Марқұмның қонағасына біз бар, көрші-қолаң бар, әйел, еркек, 10-15 кісі жиналып қалыпты.
тоң-торыс болмаса да көлеңкелі дастархан үстінде әңгіме тағы да бағиланың жалғыз қызына ауды. Менің байқауымша, ауылдан келген туыстарының бұл тараптағы хабары шамал сияқты. Көрші әйелдің сөзін мақұлдаумен ғана отыр. Айналайын-ай, қайтсын деп қояды ара-арасында. Бір күні, деді көрші әйел манағы әңгімесін үзілген жерінен сабақтап. Бағила жайраңдап келіп мені шайға шақырды. Қуырдақ қуырып шампан алып қойыпты. Сөйтсем, қызы мектепті бітіріп, сол Ленинградта оқуға түсіпті. Байғұс, сондағы түрін көрсең. Енді бұдан артық қандай қуаныш болсын? Көрші болған соң көріспей тұрмайсың. Анда-санда сұрап қоям. Бәрі жақсы. Ақыры не керек? Күндердің күнінде осы үйге бас сұқсам, Бағила байқұс тағы да мұңайып отыр. Жылап-жылап бет-аузы ісіп кеткен. Ойбай, Құдай, тағы не болып қалды деймін ғой. Томсарып отыра берді. Ауырдың ба? Жоқ. Жұмыс па? Жоқ. Әлгі қыз, деді, күйеуге тиіп кетті. Құтты болсын. Жоқ, дейді. Қазақ емес, мұсылман емес. Орыс па? Орыс та емес. Неміс. Неміс деген жұрттың мұсылманшылығы күшті болады деймін. Біздің ауылдағы немістің бәрі қазақша судай. Не керек? Әрең жұбаттым. Сөйтіп, сол қызы сол неміс жігітімен тұрып жатқан. Бағила марқұмның ендігі уайымы қызы бала көтермей жүр екен. Кейде қазір заман басқа, әлі жас қызметіне бөгет болады деп өздері тартынып жүрген шығар деп қоятын. Қызына барды ма? Деп сұрады отырған әйелдердің бірі. Жоқ, қанша шақырса да бармады. Балалы болған кезде бірақ көрдім депті. Қызы келді ме? Телефонмен сөйлесіп тұрса керек. Дегдом түгілі қолында өскен баланың өзі жат бауыр болып барады ғой, деді тағы бір әйел. Кәпір болды ғой түгел. Мүмкін кішкентай кезінде тастап кетті деп өкпелер шығар. Тастайын деп тастап па, деді Бағира. Тастаған жоқ қой, уақытша ғана беріп айырылып қалған. Ананың аты ана емес пе? Ана, ол біздің кезімізде ана. Бүгінгінің анасында да, баласында да бұрынғы мейір қалмады ғой. Ауыл қалай, деп сұрадым жерлес құрдасымнан, дастархан үстіндегі ауыр әңгімені басқа жаққа бұрғым келіп. Ой, несін сұрайсың, қандай екенін келіп көру керек, деді бір класс жоғары оқыған жақан шал. Біз әйтеуір Бағиланың бөтен ешкім болмаған соң бұл жақтағы жұрттан ұят болар деп буынып түйініп шығып кеттік. Әйтпесе қазір жұрт сырттағы жекжат жұрағаттың қуаныш қызығы тұрыпты қазасына қатынаса алмайтын болды. Жүріс-тұрысыңыз не? Күнделікті тұрмыстың өзі қиындап кетті. Соқталдай жігіттер бос жүр салақтап, деді класстас шал Есілбай. Жұмыс жоқ, жұмыс болмаған соң табыс та жоқ. Күн көріс қалай қиындамасын. Біз жақан екеуміз пенсия аламыз. Бір айлығымызды шығарып келіп тұрғанымыз ғой. Біз келмесек кім келеді? Ешкім жоқ. Жалғыз қызының жайы анау екен. Туысқандық ең соңғы міндетіміз ғой. Ақырғы. Мен де ақырына дейін атқарайын деп ертеңіне тағы келдім. Әйелдер мәйітті ақ жуып аралап жатқан сияқты. Көрші-қолаң тағы бір белгісіз адамдар есік алдына 20 шақты кісі жиналып қалыпты. Есілбай құрдасым жан қалтасынан алып менің қолыма умаждалған бір жапырақ сары қағаз ұстатты. Жауап телеграмма екен. Ленинград, яғни Санкт-Петербург поштасынан. Сіздер телеграмма жолдаған азаматша Етісбаева Балжан бұл адресте тұрмайды. Тітіркеніп кеттім. Содан соң қағазға қайыра қарадым. Балжанның тұрмайтын адресі Нева проспектісі 3-ші үй 7-ші пәтер екен. Сасқалақтап телеграмманы Есілбайдың қалтасына қайтадан тықпалап салдым. Жоқ, деді Есілбай. Бағира айтады, көрші әйел. Күйеуі неміс болса, сірә Германияға кеткен. Біздегі немістер де түгел кетіп жатыр ғой. Топырақ та бұйырмады. Өз бауырың жат болды деген осы. Мәйіт үйден шыққанда соңынан дауыс айтылмады. Туған жоқ, туысқан жоқ, кім айтсын? Тек көрші әйел Бағира ғана көзіне жас алып, қош топырағың торқа болсын деп жатты. Кеше қабырғада тұрған көнетоз шағын кілемге оралған мәйітті ашық жүк машинасына салды. Шопыры жұмыс киімді жас бала әлгі Бағира айтқан ұл сияқты. Машина үстіне мәйіт қасына 2-3 еркек отырды. Тағы бір ескі москвич. Екі жерлесті мен қасыма алдым. Бұрындай зиратын бетке алып жүріп кеттік. Жалған, деді Есілбай. Бәріміздің барар жеріміз осы. Тіршілікте бейнет, деді Жақан. Өлгенде не күтіп тұр? Қала сырты, бауыры жасық жайпақ төбе. Түстік бет, жыпырлаған зират, құлазыған жүдеу көрініс, партиялық басшылықтан тыс мансапы атақ дәрежесі жоқ қара халыққа совет заманында бөлінген жер. Тап
артық теңсіздік өлгеннен соң да сақталады екен. Екі қара жердің өзінің айырмасы бар екен. Төменіректе қатар-қатар қазылған сары топырағы шығып жатқан 3-4 дайын қабірдің шеткісіне тоқтадық. Мұнда әлі өлмеген кісіге көр қазылып қояды екен, деді Есілбай. Сонда қабіршілердің өлім тілегені ғой. Жаман ниеттен емес, дедім мен. Қала үлкен, халық көп, үлгермей қалады ғой, өлікті атқару жеңіл болсын деп. Мейлі, деді Есілбай. Я құдая, мына жерде жату өлгеннен артық қайғы шығар. Осы зираттағы маман жерлеушілер 3 жерден белеулеп салынған ақ орамалмен саумалап мәйітті қабірге түсірді. Ақ мыңға ыңғайлады. Жұрт қатарлы бір шөкім топырақ салған соң мен сәл-пәл шегініп тұрдым. Бейіт басына жеткен 7-8 кісі кезектесіп көрге топырақ тастай бастады. Кенет қабірдің бас жағында Бағиланың жамағайын екі ағасының ортасына тұрған бейтаныс әйелді көзім шалды. Ұзын, қонымды қара пальто киген, басын жалаңаш, қысқа қиылған қап-қара шашы бетіне төгіліп, сәл-пәл төмен қарап, мұңды кейіпте үнсіз тұр. Беті буалдыр, бірақ өте өңді, жасы 30-дар шамасындағы мойыл көз, аққұба келіншек екені байқалады. Балжан келіпті, жетіпті. Қалай келеді? Сол мезетте Есілбай қасына тасталған күрекке қарай емініп орнынан жылжып кеткен. Қаралы әйел тасада қалды. Келер сәтте қанша үңіле қарасам да қабір басындағы жалғыз әйел, қаралы келіншек, Бағиланың қызы Балжан көзге түспеді. Жоқ, жоқ, болуға да тиіс еместі. Жоқ, болуға да тиіс еместі. Өйткені мен жақсы білем, Бағила байқұстың жалғыз қызы бұдан 30 бірдеңе жыл бұрын шетінеп кеткен, өлген. Ол кезде бізде жаспыз, жұмыс жаңа басталған, тұрақты мекенжай жоқ. Алматының әр тарапынан ыңғайлы пәтер жалдап тұрушы едік. Арлы-берлі көшіп, өр беттегі Горный гигант аймағына орныққандай едік. Оқуын бітіріп, жұмысқа кірген Бағила да күйеуі Жеңісқан және 3-4 жасар қызы Балжанмен дәл біздің көшеде тұрады екен. Жаз ортасы болатын. Бір күні, кезекті бір демалыс күні, Бағила кір жуып үйде қалады да Жеңісқан қызын ертіп серуенге кетеді. Қасында әлде қызметтес, әлде ауылдас бір бойдақ жігіт бар. Тауға жапсарлас бақ ішіне жеткен соң, екеуі үлкен алма ағашының түбіне отырып, қойындарына тығып әкелген екі жартылықты шығарады. Азан соң бар дүниеге ұмытылады. Ал бала, іші пысқан бала, ағашқа шығып, көк алманың ең үлкенін алғысы келеді. Үлкен алма, әдем алма, биікте, өрмелеп бара жатқанда тайып құлапты. Тым биік емес, дейді Жеңісқанның бөтелкелес досы. Құлайды деп ойлағамыз жоқ, қайткенде де төбесінен түсіп мойны үзіліп кеткен. Бағиланың өкіріп жылағаны есінен кетпейді. Деп ышқына аңырап барып, қос қолдап басын ұстайды. Бүктеліп түсіп, ішін басып селк-селк етеді. Өте ауыр жағдай. Бір заматта үрпиіп отырған, тоқтау айтқан жұртты түк көрмеген, қып-қызыл көзімен сыпыра сөйгеп, кеудесін керіп, басын шалқайта бере қайтадан аңырады. Балжаным, ақ қозым, ағылағым, 3 жыл 7 ай өмір сүрдің, құлыншағым, неге осындай бақытсыз болдың, құрағыңнан қиылдың. Кенет маған қарады. Ағатайым-ау, өзегім өртеніп барады, енді қайттым, неден сорлы болдым. Өмір бар жерде өлім бар. Осы ғұмырда талайдың қайғысына көңіл айттық, бірақ дәл осы жас сәбинен айырылған ананың зарынан ауыр әсер болмапты. Енді қайттым, неден сорлы болдым. Біліп айтыпты, шынымен сорлаған екен. Өмірінің ең соңғы түйіні кішкентай қызын іргедегі баққа өз қолымен шығарып салған сәт екен. Байдың түрі анау, тіршілік мынау, ешқандай жіптік сәуле, тосын үміт жоқ. Тағдыры бар ауыр салмағын артқан, ақыры қиял әлемі көмекке келеді. Балжан өлген жоқ, бір жерде жүр. Өлген қайда екені белгілі. Тек тірі болса, биыл мектепке барар еді, биыл кәмелетке толар еді, биыл оқуын бітірер еді. Міне тұрмысқа шықты. Өтіп кеткен сәби өзімен бірге жасаған. Қиялдың шындыққа айналатыны бар, саттанады. Өзіндік сипатқа ие болып, тіршілік шеруіне ұласады. Негізі бар қиял, жанағы тұрғысы бар, іске асуы мүмкін қиял. Негізі жоқ, саттану мүмкін емес. Буалдыр қиял ше, ол да өз мұратын тауып, буалдыр елеске айналуы ықтимал. Бәлкім құрғақ қиял, құрғақ та болса, қуатты қиялдан күш алған буалдыр елес 30 жыл бойы Бағиламен бірге жасаған шығар. Өзін қайта туылған анасымен бірге жасаған елес. Сол анасы жер қойнына кірер мезетте неге бір сәт қабір басында тұрмасқа? Бәлкім елес емес, аруақ шығар.
онда 3-4 жасар сәби болу керек қой. Әлде аруақтың да өзінше ғұмыр кешуі бар ма? Сәби аруақ өсіп, ер жетсе, егде аруақ қартаюға керек қой. Онда өткен аруақтың бәрі қиямет қайымға қартайып кетпек. Жоқ, болмайды екен. Аруақ емес, елес, нақты жанды елес. Бәлкім, елес те емес, маған солай көрінген шығар. Көрінген де жоқ. Бақытсыз әйелдің 30 жыл бойғы мұңды, тәтті қиялы қойылып, заттана келіп, жанды елеске айналса қандай болар еді деп ойласам керек. Иә, солай. Бірақ өз көзіммен көрдім ғой, нақты. Демек, расында да. Кесіп айту қиын, бәрі де мүмкін, бәрі де ықтимал. Анығы, бұдан 30 жыл бұрын дүниеден көшкен сәби, өзін тапқан анасы көр қойнына енген сәтте шынымен бір жола өлді. Буалдыр елес жер бетінен жоғалды. Қабір басындағы балжан анасын ғана емес, өзін де жоқтап тұр екен. 2001 жыл. Мұхтар Мағауин, елес.